Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Менің аты жөнім Жолжанов Бағдат Асқарұлы, химия пәнінің мұғалімі, педагогика ғылымдарының магистрі. Сіздермен мен химия пәнін нөлден бастап толық үйренудің сабақтарын бастаған болатынбыз. Біздің сабақтарымызды көру үшін, сабақтарымызбен танысу үшін біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліп қойсаңыздар, әрине әр сабағымызды жібермей отырасыздар. Біз сіздермен осыға дейін бірнеше тақырыптарды қарастырдық, ал бүгін сіздермен біз аллотропия деген тақырыпты бастаймыз. Аллотропия дегенді жалпы қазақшалап айтсақ, түр өзгеріс деп айтсақ болады. Яғни табиғатта элементтердің бірнеше түр өзгерістері бар. Мысал ретінде көмір деген заттың, көміртегінің табиғатта екі түрі бар. Бұл біріншісі әрине графит, бұл кәдімгі біз жағатын көмір, немесе карандаштың басындағы сызатын бөлігі бар, графит. Бұның барлығы графит деп аталады. Екінші, дәл сол көмірдің алмаз деген түрі бар. Біз оны орысша бриллиант деп атаймыз, қазақша гауһар, жауһар деп атаймыз. Яғни аллотропия деген міне осындай. Бір элементтен жаратылған, бірақ құрылысының әртүрлі болуына байланысты қасиеттері де әртүрлі болатын заттарды аллотропиялық заттар деп атайды. Мысал ретінде мен келтірейін. Мысалы, мына екі модель сол аллотропияның үлгісі. Мысал ретінде мынау алмаз, мынау графит деп есептесек, мына біріккен жерлерін түйін деп атайды. Тор түйіні. Осы тор түйіндерінде тек қана көміртегі атомы ғана бар. Бірақ қарап отырсаңыздар, екеуінің структурасы, яғни қазақшалап айтсақ, құрылысы әртүрлі. Осындай құрылысы әртүрлі, бірақ бірдей элементтерден жаратылған заттарды бізде аллотропия деп атайды. Яғни құрылысы әртүрлі, бірақ қасиеті де соған сәйкес әртүрлі болса, бірақ бірдей элемент жаратылған болса, онда ол аллотропиялық қасиетке деп айта аламыз. Яғни аллотропия дегеннің негізгі мәнін түсінсеңіздер, бізде мектеп бағдарламасында бірнеше элементке аллотропиялық мысалдар келтірілген. Мысалы, фосфор. П деген фосфор. Фосфордың үш түрлі аллотропиялық түрі бар. Негізі үшеу, бірақ төртінші сирек, бірақ онда қосып қойдым. Негізі ақ, қара, қызыл, сары. Қарап отырсаңыздар, тек қана төртеуі де фосфордан тұрады. Бірақ төртеуінің қасиеті де әртүрлі, себебі құрылысы әртүрлі. Мысалы, күкірт. Күкірттің иілімді, ромбты және моноклинді деген үш түрі бар. Тек қана күкірттен жаратылған үшеуі де күкірттен тұрады. Бірақ оның жаңағы секілді құрылысы, структурасы әртүрлі болғандықтан қасиеті де әртүрлі, яғни әртүрлі қасиетке ие. Біреуі ақ, біреуі қара, біреуі қатты, біреуі жұмсақ, бұрқылдақ деген секілді. Оттегі озон, кремниткі аморфты кристалдық. Қарап отырсаңыздар, барлығы аллотропиялық қасиетке элементтер. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз негізі осы аллотропияға арналады. Аллотропия деген бұл бір элементтің құрылысының әртүрлі болуына байланысты әртүрлі қасиет көрсетіп кездесуін айтамыз. Осы аллотропия мектеп бағдарламасында бір 10-ға жуық элементте берілген. Мен осы видеоның төменгі жағына сол 10-ға жуық элементтің барлығының аллотропиялық түрлерін жеке-жеке жазып қоямын. Аллотропияның түрін жаттап алыңыздар. Егер сіздер ОБТ таңдап жатсаңыздар, ОБТ-да міндетті түрде бұл сұрақтар келеді. Осымен бүгінгі сабағымызды аллотропияға арнаймын, түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл аллотропия бұл бір элементтің табиғатта бірнеше түрде кездесуі. Сонымен қатар жасанды түрлері де бар. Мысалы, көмірдің жаңа айттық табиғи екеуі бар дедік. Яғни алмаз, екіншісі графит. Одан басқа адамдардың өздері жасаған графен, фуллерен, карбин деген секілді көмірдің тағы үш түрі бар, көміртегінің. Қарап отырсаңыздар, аллотропиялық түрлерін адамдар қолдан да жасай алады екен. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Біздің әлеуметтік парақшаларымызға тіркеліп қойыңыздар, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сонымен қатар міндетті түрде лүпіл басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта жүздескенше. Ал төмендегі жазылған аллотропиялық элементтерді жаттаңыздар.